Кәдімгі. Ал тағы да бір рет айтып беріңізші. Миллион жыл бұрын бұл ағаш тас бәйтерек болған. Бұның сақиналары қазір кристалдарын оқи алмаймыз. Жел жеп бәрі түскен. Бұл енді нөсер жауған кезде мына тұз мұхиттың жаңа тұзы сіңген ағаш қой. Бер жағы тас, мраморға айналып кеткен, ар жағы ағаш қына біткен, кіндігі ар жағында сағым шағылсат бұдан жаңбырдан кейін. Бұл біздің міне сақинасы тұр, міне кіндігі тұр, ар жағында да кіндігі бар. Міне үсті мрамор тасқа айналып кеткен. Міне ағашы. Мынау ағаш. Бұл біздің сол 100 миллион жыл бұрын осы Ақтөбе өңірін мұхит басқан. Хабда мұхит су қоймасы. Хабда деген сөз иран тілінен аударғанда су қоймасы. Былтырдан біздің суға кетіп жатқанымыз мына Бақыраш секілді. Біз мына жақтан Ақтөбеден су құйылады, мына жақтан Атырау Ойылдан құйылады, мына жақтан Мартөктен құйылады. Міне сол су биыл тағы қайталап суға кетіп жатырмыз. Неше жыл Былай қарасақ, екінші жыл ғой. Енді бұрында да болған, бірақ бұндай қатты болмаған. Енді қарасаңыз, былай қарасаңыз, айтады Хабда тегіс қой деп. Негізі Хабда тегіс емес, біз шұңқырда жаттырмыз. Біздің аудан шұңқырда. Су қоймасы деп содан Хабда деген сөз содан шыққан. Сонда теңіздің астындағы мынау ағашта. Сол кезде өскен ғой енді. Жоқ, теңіздің суы тартылып, жер қыртыстары келіп қалпына мұхит кетеді ғой. Елді мекен пайда болған кезде осылай өсіп шыққан. Енді бұны білмейді, бұны тұтас болса біз сақинасын жасын оқитын едік. Қазір бұны көрдіңіз бе? Міне тек желініп, тасқа айналған ағаш. Ағаш тасқа айналған ағаш. Кәдімгі не? Бұл табиғи ескерткіш, қолдан қоныр. Бұның екіншісі қиыл жерінде биіктігі 230-300 метрге жетеді. Үйтас деген бар. Қыраты 10 километрге созылады. Мына Алматыда болсаңыздар, шарын шатқалын көрсеңіздер, сондай найзат тас. О жерге Рысжан Ильясова келді экспедициямен. Осы әлем ғалымдары бәрі келіп кетті. Біздің қазақтың ғалымдары келіп кетті. Ол тас бар. Енді алда келіп жатсаңыздар, оған күшті киінесіздер. Жылан көп, жан жағы бәрі қараған. Мына жерге дейін саптама етті, кестер қалын, резиновый. Құдай сақтасын. О жерге енді жақсы транспортпен келу керек. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Аумин. Алла разы.